плюс бір Speed Keyboard Escape деген ойындағы соңғы админ абьюзда 4-ші әлем шықты. Бұл ойындағы ең қиын әлем ол 4-ші әлем болып саналады, және мен осы видеода ол әлемді өтетін боламын. Ал достар, мінекей сразу Baby No Money, BB No S деген әлемге сразу телепортировать етейік. Бұл ең танымал қазіргі әлем. Достар, BB No S-тың концерті 2 сағат 40 минуттан кейін басталады. Ал менде уже мына ойында 76 мың монета және де 3,5 миллиард фейм бар, достар. Бұл жерде жылдамдықты емес, феймді качать ету керек, достар. Және менде 111 уровень, оны біз қазір осы жаққа тұрып көтере аламыз. Бірінші ең қызық жерлерінен бастайтын болсақ, ол мына камера, достар. Біз мына камералар арқылы BB No S-тың концертін қарай аламыз, достар. Мұнда магазин ашылған, достар. Магазинне не алуға болады, достар? Көрейікші, давай, магазинне не аламыз? 80, плюс 100% спид дейді, достар. 500 мың теңге, всего 500 мың доллар. Мен 76 мың бар, қазір мен фармить етіп алам. Ал жарайден, достар, сразу көп ұзамай мынаны өте берейік. Мен мынаны басын өтті мен, достар, телефоннан, бірақ ыңғайсыз болды. Қазір енді дұрыстап компьютермен өтетін болам. Компьютермен ол өте оңай болады деп ойлаймын. Мә, достар, қарасаңшы, мынау ғой, міне жаңағы BB No S деген адам, міне мынаның концерті ғой. Бұл типі балерина капучиноның орнында ғой, достар, иә. Бұл еще Канаданың туының үстіне жүр, достар. Канададан туылған ба не сонда. Еще мынау деген кәдімгі бокстасатын аренада жүр ғой, рингта, достар. Рингта какой-то бір гантельдер жүр. Ойбай, гантельдер тұр жүр деппін ғой. Ол поход спортпен айналысатын шығар. Ладно, келесі телепортқа барайық. Мына жерде Бразилияның темасы, иә, Бразилия. Бразилияның флагы, футбол, достар, чемпионат мира орай деп ойлаймын енді. Мынау не ол, достар? Мынау не ол? Ерін. Бұл ерін деген BB No S-тың өзінің бірдеңесі шығар. Ладно, мен оны білмеймін. Ой, достар, мен ақшаны алып қойдым ғой, ё-моё. Мен дейді 76 мың, маған ақша пока керек емес. Мен одан да телепортировать етіп мыналарды өте берейін. Давай, 3-ші стадиядан өттік, оп-оңай, достар, қарныш. Мен вообще былайынан секірмей-ақ өтіп жатырмын мына жерде. Анаяққа тез ораламыз ғой қазір. Қайтып тез ораламыз. Мен секірмей-ақ мына жерде прям, ну ладно, бір рет секіріп өтіп кете алам. Хотя секірмей де өтуге болады маған. Міне, достар, қараңдар. Секірмей де өтіп кете алам. Ема, мен настолько тезбін уже. Секірмей-ақ та өте алам. Айтпақшы, мына жерде бұрын клавиатура болып еді ғой, оны алып тастаған ау деймін, қазір вафлима бірдеңе қойып қойыпты ғой. Блин, менің камерамда көрінбей тұрған шығар міне мынаның кесірінен, бірақ менде қазір 76 мың кубик деп тұр мына жерде, достар. Ладно, сендер көрмейсіңдер оны. Так, мына жерде ерін тағы, мына жерде тағы фармить етуге болады, тоже Канаданың туы, иә. Ары қарай барайық. Мынау маған ұнап тұр, негізше мына клавишалар, BB No S деген үлкен өзгешелік беріп тұр шамалы. Может, мынаны ауыстырайық па, достар, дауысын сатып алайын ба? Ақша бар екен, білейін, достар, менде 5-ақ робокс қалған, кішкене қалдыру керек еді. Может, клаке қойып қояйықшы, клаке да маған ұнайды. Все, ары қарай өтеміз. Так, мына жерде не болады? Ей, мам, не ол, горох па? Левел 30 дейді. Мына жерде опан өліп өтеміз деп ойлаймын енді. О, все, өттік, даже әлі жабылмай жатыр, енді ғана жабылды. Мен үшін бұл өте оңай болады деп ойламадым, достар. Ладно. Ары қарай өтейік. Мұнда пасхалка сондайлар бар ма екен? Пасхалка 6-7 бөлмелері бар деп естігем. Достар, еще мына видеода айтпақшы, мен пасхалкаларды да көрсетемін сендерге. Видеоның маңызы өте зор деп ойлаймын сіздер үшін. Так, опа, мына жерден секірдік. Оп-оңай өтіп жатыр мен шынымен де, достар. Оп-оңай. Мына жерде не ол? Так, артымыздан не мына перекати поле. Какой-то шөп өтіп жатыр. Ладно, шөптен де өтіп кеттік, достар. Уже 9-ші стадия. 55-ші уровень керек. 55-ші уровень менде бар. Менде уже 111-ші уровень. Так что мен өту керекпін бұдан. Ой! Блин! Долгук лазер. Мына жерде тығылу керек па не? Мына заттардың артына тығылу керек походу. Бірақ мен жылдамдығым тез ғой. Бейт шығып қалсам, қарандар мен өлтіріп тастайды. Бейт тұрсам, өлтірмейді, бейт тұрсам, өлтіріп тастайды. Сыр ема қызық. Может, мен мынаны алдап көрейін ба? Бірдеңе қылып, артына кіріп алсам ше. Достар, мен бақта болдым. Артына кіріп, бейт тұрсаң, артында тұрсаң, ол саған ештеңе істей алмайды. Ой-ой-ой-ой-ой. Мына жеріме өтуге бола ма сонда? Жоқ, тек қана артында тұру керек, достар, мәссаған. Ладно, ванның артына тұрып алайық. Бізді лазермен өлтіртсе алмасын, әйтпесе. Сосын айтпақшы, достар, мына бөлмелерде 6-7 деген бөлме бар. 6-7 деген бөлме. Достар, айттым ғой, секретный бөлме бар деп, мында 6-7 деген бөлме бар екен. Мына жақта BB No S төңкеріліп тұр. Білмеймін неге, бірақ төңкеріліп тұр. Мына жерде сосын мынандай стикерлар бар. Мына стикерлар не істеуге болады, достар? Білмейсіңдер ма? Опа, мынау не ол, достар? Мына шетте бірдеңе шықты ғой. Мына бөлмелер дедім, жоқ па екен? Давай, қарайық. Ойбай, мына жерде тұру керек, мына жерде білем мен уже. Мына жерді білем, мына жерде басқа тиктокерлардан қаралдым, қалай өтетін, ладно. Мыналар не ол, достар? Официанттар ма?
Официанттар не істеп тұр мында? Официанттар не істеп тұр? Опа, достар, мына шетте тұрсам атпайды. Мына шетпей өтуге алады шығар. Жоқ, все, өттім. Мына бассейнге секірсең не ба, достар, бассейн. Өліп қала ма, достар, бассейнге түссең өлмейді ол, саған кислота емес қой, достар, өлтіріп тастайтын. Ладно, блин. Достар, мына жерден секіріп кетейік. Все, біз қауіпсіз зонадамыз. Мынау глобустар. Глобустың үстіне, достар, қарасыңдаршы, Канаданың флагы тұр. Точно Бибинос деген Канададан деп ойлаймын мен. Жарайды, 3 секунд, опа, өтіп көрейік, тез. Все, үлгердім, достар. Үлгердім. Үлгеріп қалдым, ровно үлгеріп қалдым. Мәссаған, не ол? Ураган ба? Ураган, достар. Мен бір зат істегім келіп тұр, Тикфинитиді қосайық та. Сосын мына жерде кішкентай болып кетейікші, қазір, достар, кішкентай болып кетейік, кеуде басамыз. Опа, мен, достар, кішкентаймын. Секіреміз. И сонда, опа, шынымен де жұмыс істейді екен, достар. Тексеріп көргім келмеді ғой, шынымен де. Кішкентай болып, потом үлкен болып кетсең, қатты секіріп кетеді екенсің. Мына жерде так өтеді, опа. Тез! Талгөк, мен неге өте алмай қалды? Блин, ладно. Опа, мынаны қосам, достар. Опа, достар, түрме. Менің тактикам. Все, давай, жүгіреміз. Зато уақытымызды үнемдеп қалдық, Так, торнадодан опаңа өтіп. Неге мен жылдамдығы жетпей қалды ма торнадо өтуге? Жаңа өтіп едім ғой. Блин, қаз, достар, жетіп алам. Так, все, торнадо, все, мен торнадоны өтем. Шетіме өту керек екен ғой, мен прям ортасымен басып баратым ғой, достар, айтпайсыңдар ма? Болды, өттік. Мынау не ол? Алтын. Айттырым ғой, бұның ақшамен, прям ақшадан өлген ба бір бәле ғой. Мына әнші деген ақша, барлық ақша, достар. Все, өттім. Өліп қол жазадым. Мынау не деп жазып тұр мында, достар? Ларпер деген не ол? Сағат какой-то, ақшалар, білмеймін, что-то непонятный заттар. Ларпер деген андай емес па, типа шарит етпейтін адам ғой, ларпер деген. Неге оны жазып қойған онда? Жарайды. Типа көбісі осы админ абьюздан кейін жаңағы әншіге шарит етіп кетті ғой, достар. Сол әнші туралы осы админ абьюздан ғана білдім. Мен де неге содан білдім? Мен де ларпер болып тұрмын ғой, жарайды. Так, кеттік ал. Мына жерден секіреміз. Опа, все, біз нешінші стадияға келдік, достар? 13-ші стадияға келдік, походу, Так, мына жерде не істеу керек? Все, секрет. Все, до конца секіреміз. И все. Болды. Мынау, соңғысы бар, достар, мынау бос. Мен ойледім, концерт па бірдеңе, мынау тағы стадия екен ғой, достар. Мына жерде, достар, зат тұр. Алып кетейік, зат алып кетейік. Қаш. Айттырым ғой, достар, бұл соңғы стадиясы ең қиыны, по-любому. Бұрынғы 3 әлемнен ең қиынғы бос осы шығар енді. Все, қазір мен енді анайқа шейін барып көрем, соңына дейін. Кеттік. Окей. Так, все, мен қайтып келдім мұнда. Енді кеттік ал. Тупой! Қайтып өтеміз. Мынаны таңдайыншы, шоколад дегенді. Достар, мен анайқа шейін әлі бара алмадым. Бірақ мен біріншіден қазір артыма трейл алғым келіп тұр, достар. Қалай айтсам болады, трейл деген қазақша қалай, достар? Трейл деген. Короче, із алғым келіп тұр өзіме. Қандай із алсам болады, қандай нормальный із бар. Достар, ларпер трейл бар. Мен ларпермін ғой как раз, Мен ларпермін ғой, достар, білмеймін, бірақ не екен. Мен ларпермін, достар. Все, мен қазір енді баратын болам. Анаяқтан 25 мың алып кетем, или 50 мың алып кетем, соңына дейін барып. И жаңағы ізді алатын болам өзіме, өткені. Ол бізге ақша көп береді, короче, X көбірек береді. Значит, біз тезірек байимыз, тезірек топқа кіреміз. Сосын Қазақстанда Roblox'та алдыға шығаратын боламыз, достар. Мен мынандай ойымен қалай топқа шығарайын тұрмын. Қазір мен айтпақшы, жаңа туториал қарап алдым, қалай өтетін. Мына картаның несін, қалай айтсам болады, лабиринттің жолын тауып алдым да. Енді қазір баратын боламыз. 1, 2, 3. Опа, мына жерде, достар, білмейтін болсаңдар, солға сразу оңға, солға, оңға сразу, и мына жерде. Достар, қалай болды мен? Жүрегім ұшып кетті ғой, не істеді анау? Мен қалай жүгіру керек мынау мен таба алмау үшін? Мен тез жүрдім ғой, блин, барынша. Все. Так, енді сразу солға, оңға, солға. И все, өттім. Достар, өттім. Потно болды, ұзақ болды ғой. Білмейсіңдер ғой, за кадрым қанша попытка болғанын. Мында не? Достар, сұрақ белгісі.
Бірақ белгісі секіріп көруге бола ма? Секіріп кетуге бола ма, достар? Секіріп кетсем, жоқ, секіруге болмайды екен. Жаңағы барлық локациялар мына жерден көрінеді екен, достар. Барлық локациялар мына жерден көрінеді екен. Короче, мынау қызықсыз екен телепорттармен. Тек қана бір жол емес, телепорт арқылы апаратын жол өте қызықсыз. Біз, короче, $50,000 алып кетеміз. Қазір 50 000. Достар, мынау чөзі скам, натуре. Мынау не болды, мен 75 000 бардым да 75 000 қайтып келдім ғой. Соңына дейін өтіп. Мынау чөзі скам, өтірікшілер. 50 000 маған берген жоқ. Қайтып өту керекпін, блин. Да, мен... Да! Все, мына, достар, 25 000 аламын да, қайтам мен. Блин, все равно 99 000, 100 000-ға жетпей қалды. Что за невезение? Қалай жетпей қалуым мүмкін вообще? Все, достар, мен 100 монета аламын да. Ұрып қалам қас. 100 монета аламын да, кететін боламын, достар. 100 монета бар ма мында? О, все, 100. Все, менде 100 000, официально 100 000 ақша бар. Мен мына трейлді алатын болам. Опа, трейл, достар. Что за говно? Достар, мына неге жаман ақ? Мен әдемі болады деп ойладым, прям жесткий, қызық болады деп ойладым. Қараңдаршы, достар, қалай әдемі, мына жерде суретінде қалай әдемі болып тұр, бірақ шын өмірде қараңдар қандай екен. Достар, интернетте бәрі осындай, бәріне сене бермеңдер, өтірік болып шығады, скам болып шығады. Жалпы, достар, маған мына карта ұнады, өте қызық жасаған разработчик, еще үлкен, мықты мировой звездамен, танымал адаммен коллаборация маған өте қатты ұнады. Достар, сендерге ұнаса да лайк басыңдар, ұнамаса да лайк басыңдар, подписаться етіңдер және күшті комментарий қалдырып кетіңдер, өздерің ойларыңды жазып кетіңдер осы видео туралы. Ал ендеше мен сенімен қоштаспаймын, жай ғана пока деп айтамын. Пока! Әлі қалыпсыңдар ма не? Әу бала, мүмкін даусыз қыз бала, қорықпа, жылама, жынданба. Видеоға лайк басуға ұмытпа, одан да тіркелсең каналға.